Бүгін біз шебер қолдар отбасылық әжелер мектебі, әкелер мектебі, аналар мектебі жұмысының аясында байқауға жиналдық. Отбасылық байқауымызға қатысатын қатысушыларымызды ортаға шақырайық. Азамат қызы Інжуді әжесімен бірге ортаға шақырайық. Асылбек Айсұлтанды әкесімен бірге ортаға шақырайық. Айбинді анасымен бірге ортаға шақырайық. Бүгінгі байқауымыз 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең кел танысайық деп аталады. Командалар өздерін таныстырады. Екінші кезеңіміз қолөнер материалдарымен жұмыс. Түрлі материалдармен бұйымдар, ойыншықтар жасау, табиғи материалдардан композиция және тағы басқа заттар құрастыру. Үшінші кезеңіміз қолөнер бұйымдарын безендіру. Жасалған бұйымдарын моншақ, өрнек, бояу және тағы басқа заттармен безендіреміз. Төртінші кезеңіміз менің шеберлігім деп аталады. Жасаған заттарыңызды, композицияларыңызды қорғайсыздар. Олай болса өздеріңізді таныстырып өтсек. Мен Азамат қызы Інжумін. Менің әжемнің аты Қымбат. Менің атым Сайфулла Әлиев. Мен шебер қолдарын байқауына келдім анаммен бірге. Мен Асылбек Айсұлтан. Мен әкеммен бірге байқауға келіп отырмын. Бізге бүгін берілген тұрмыстық қолданатын материалдардан біз ұлымыз екеуміз ақылдаса келе, бүгін біз тұрғын үйдің құрылысын жасамақшымыз. Біз немерем Інжу екеуміз қазір заманауи киіз басуды көрсеткіміз келіп отыр. Қызым Айлин екеуміз түрлі түсті қағаздардан әдемі гүлдер жасауға келдік. Асылдан балам, сен осы үйдің терезелерінің есіктерін маған қиып беріп отыр. Мен ыстық желіммен үйдің терезесінің есіктерін салатын боламын, иә? Тек бұл жерде ыстық желімді мен қолданамын. Қауіпсіздік ережесін бұл жерде қатаң сақтау керек. Жарайды әке, мен тереземен есіктерді қырқа беремін. Болды ма, ұлым? Үйдің есігін беріп ғой. Терезесін салайық, есігін. Қалай әдемі жасадық, иә? Мен ана қаған қиған гүлдерімізді мына құрылғымен жасап көрейік, иә? Анасы мен түрлі түсті гүлдер жасадым. Керемет, мынай қағада жасайық, иә? Сосын ары қарай сабағын жасаймыз, жарайды ма? Жарайды. Үйлеріміз ыстық су құйған. Ыстық сумен бұны пісірген. Ал енді біз қазір көпіршік су арқылы жемімізді пісіреміз. Өйткені ыстық су болмайды. Күйіп қалуы мүмкін жеріне. Жарайды әже. Қазір сосын бұны әдемілеп істейміз. Ораймыз, иә? Ямамыз ет қой. Ыңғайлы біз. Әже енді кигізді олайық. Кигіздің жоқ. Олай екеуміз бірге орайық. Мен әжеммен бірге киіз басуды үйрендім. Ол жұмысты өткен қызығыспен орындадым. Мен анаммен бірге түрлі түсті гүл жасадым. Маған өзімен гүл жасаған ұнады. Әкем екеуміз жасаған жұмысты қажетсіз заттарды қайда пайдаланып, екінші ұлына сыйладық. Менің әсем қалам деп атадық. Ұлым екеуміз жұмыс жасап, ұлым шығармашылық танытып, тұрмыстық қалдықтарға екінші өмір сыйлап, менің әсем қалам деген осындай атау қойып, аула жасадық. Бүгін бізде жолда жүру ережесін жақсы меңгеру мақсатында баламызға автокөлік жолдарын және вело жолдарды біз жасадық. Осындай біздің жұмысымыз нәтижесінде осындай көрікті әсем қала шықты. Мен әжеммен бірге киіз басуды үйрендім. Ол киізде өткен қызығышпен орындадым. Өте әрмен қарай халқымыздың салт дәстүрін дәріптеп, қолөнерге балаларымызды баулимыз. Анасын екеуміз безендірдік. Маған гүл жасаған қатты ұнады. Өз жұмысымда мақтап тұтамын. Нәтижесінде көп гүлдер шықты.